Қайырлы күн достар, сіздермен Айнамгүл. Бүгін біз муссовый шоколадный пирог жасайтын боламыз. Оны пешке пісірмейміз, тоңазытқышқа қатыру арқылы жасайтын боламыз. Ол үшін бізге қажетті шоколадный печенье және сары май керек болады. Печеньені мен блендермен ұнтақтап алдым, бірақ ол міндетті түрде блендермен емес, кез келген затпен ұнтақтап алсаңыздар болады. Үстіне сары майды салып, тесто жасайтын боламыз. Дайын болды. Осыны формаға салып жаямыз. Бортиктарын шығарып аламыз. Болғаннан кейін тоңазытқышқа қойып қоямыз. Салмасына құмшекер, қара шоколад Қазақстанның, сүт, сливки, жұмыртқа, салқын су және желатиннің осы түрін алсаңыздар жақсы болады. Желатинді салқын суға салып, түйіршік қалмайтындай былғаймыз. 10-15 минутқа ісінгенше қойып қоямыз. Оған дейін жұмыртқамызды, құмшекерімізді салып араластырамыз. Шекері ерігенше араластырамыз. Сүтті отқа ысытып аламыз, қайнатпаймыз, тек ысытамыз. Ысығаннан кейін жұмыртқа пісіп кетпейтіндей бұлғап отырып құямыз. Мен шоколадты алдын ала уақыттап алдым, себебі еруге ыңғайлы болсын деп. Шоколадты ерітеміз. Желатин ісінгеннен кейін оны жаймен отқа қойып ерітіп аламыз. Ерігеннен кейін массамызға құйып араластырамыз. Соңында салқын сливкиді миксерлейміз. Пышный болғанға дейін миксерлейміз. Массамызға құйып араластырамыз. Салмамыз дайын болды. Осыны тоңазытқыштан алып, тестімізді соның үстіне құямыз да, қайтадан 1 сағат жарымға тоңазытқышқа қойып қоямыз. Пирогым дайын болды. Кескенде оңай кесіледі және столға қойғанда өте әдемі болып тұрады. Жегенде де өте дәмді. Жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліңіздер.